Қайырлы кеш дейміз, құрметті ханымдар мен мырзалар. Армысыздар, ардақты ағайын. Бүгінгі елеулі, атаулы күнге, әдемі шаңыраққа хош келдіңіздер дейміз. Тамаша. Ал, ардақты ағайындар. Мінекей бүгін ерекше, бағана далада айтқандай шын мәнінде ерекше есте қалатын күн. Егеменді ел болып еңсемізді көтергелі 23 жылдың көлемі болды. Міне осы аз ғана уақыттың ішінде әлем мойындаған керегесі кең, өзге елмен терезесі тең мемлекетке айналдық. Қой үстіне бозторғай жұмыртқалаған заман орнап, әр шаңырақ қуаныш пен шаттыққа кенеліп, бөленіп отырған жайы бар. Заманымыз тыныш, еліміз заман, қарыштап дамып келеміз. Бағана мінекей тойдың анау бастамасында Мақсұт ағамыз айтқандай, бұның өзі бір ерекше күн. 3 күн, 3 түн бойы мінекей қазақ хандығының 550 жылдық мерей тойымен тұспа-тұс, бұл да әдемі бір тарихи сәт тұспа-тұс келіп жатқаны жайдан жай емес. Бұның өзі бір хикмет, жақсылықтың нышаны деп білеміз. Дұрыс айтасың, Нұрлан. Шынымен жаңа видеодан өзіміз тамашалағандай, осы шаңырақтың қалай жұмысының жүргендігі, қалай құрылыстың болғаны, қанша қиыншылықты бастан өткерсе де, шынымен де Есбол ағамыз бен Разия жеңгеміздің өзінің жүрегі, ниеті, көңілі қандай, дәл сондай әдемі ақ жарқын кең сарайдың салынғанының куәсі болып тұрмыз, солай ғой. Солай, дұрыс айтасың Айгүлжан. Шын мәнінде қарап отырсақ, бүгінгі кешіміздің барша, мен ойлаймын, енді қадірменді қонақтарымыз, достарымыздың тілектері де, әуезді әндері де, барлығы осы әрине осы кеште осы кереметтей зәулім мейрамханаға тамсанумен үлкен бір таңданысын білдіріп, алғысын білдіріп, достық көңіл пейілін білдірумен болады деп мен білемін. Әрине жаңа ғана көріп жатқан, бәріміз көзайым болып көріп жатқан әдемі видеоны байқасаңыздар, құтты Айгүл байқадың ба, бір баяғыдағы әлгі Титаник фильміндегі, Джеймс Кэмеронның фильміндегі Титаникқа кіріп кеткенде әсерде болды. Кім сондай бір әсерді кешті? Болды ма Ғалеке? Қол көтерейікші. Кімде болды сондай? Нұрлан барлығында, барлық қонақтарымызда болды. Титаник тарихта қалды. Ал енді ол әрине, ол Титаник ол өзінің сондай алып кемесімен 4000 адаммен тарихта қалды. Әрине арты білдіңіздер, қандай айналып жатқан, ал бұл әрине бұл жердегі өзінше бір Титаник деп ойлаймыз. Ой, Нұрлан, Шымкенттегі әр сарай бір төбе, бірақ дәл осы салтанат сарайы бір төбе болады. Мұнандай лайнерді еш жерде көрмеппін дейсің ғой, Айгүлжан. Көрген жоқпын енді. Мен де көрмеппін. Шыны керек, енді кеш бойы осы мейрамхананы мақтайтын боламыз. Әрине біз Есбол аға, Мәрзия әпке, біз сіздерді беттеріңізге мақтамаймыз. Мұсылманда айтады, бетіме мақтамаш, қабырғамды сөкпеш айналайын дейді. Біз сырттай, ағатайым, әпкетайым, біз сіздермен мақтанамыз дейміз. Дұрыс па халқым? Қошемет! Ал олай болса, ардақты ағайындар, қазақтың жақсы сөзі бар, іздеп келер. Ағаң болса, бақытыңның барын содан біл. Аңсап келер, інің болса, әруағыңның барын содан біл дейді дана бабамыз. Олай болса, тон жағасыз ел ағасыз болмас дейді. Ортаға осы кешімізді тағы да әдемілеп ашу үшін, кереметтей әдемі тілектерін жаудыру үшін, той төріне Алталаштың ардақты азаматы, ел ағасы, қоғам қайраткері, өздеріңіз бір талайыңыз білесіздер, Керей Ержанбек үлкен қайырымдылық қоры бар, соның үлкен төрағасы. Әмәнді осындай өзінің ізгі бауырларын түгендеп, қамқорлығын көрсетіп, өзінің ағалық жанашырлық ілтипатын білдірер жүрін біздің аяулы ағамыз Мақсұт Темірбаев ағамызды тағы да сіздердің шат-шатыман шапалақтарыңызбен ортаға шақырсақ дейміз. Және де қара сөздің қамшы өрген Қазақстан Республикасы Жазушылар одағының мүшесі ақын ағамыз Әмзе Қалмұрзаұлы ағамызды ортаға шақырсақ дейміз. Және де аяулы ағамыз Дәмір ағамызды, Әділхан ағамызды, Құрал ағамызды, Дәулетбай ағамызды арнайы Астанадан атарылып келіп отырған Алтын анамызды және Райхан аналарымызды тойдың төріне шақырып, томағасын сыпыруды өтінсек. Тамаша. Қошеметтеріңіз достар, қолдаймыз.
Қош келдіңіз. Қош келдіңіздер. Қазақтың кілең игі жақсы жайсаңдары, үлкен ағаларымызға бір жақсылап қошемет көрсетейік ағалар. Қонақтар, достар, бүгінгі мына Қамбаровтар әулетіндегі мына тойда шаппағанда, қай тойда шабамыз, көңілі қайда? Қанеке, до! Ай, тамаша! Ал бәрекелді, ардақты ағайындар, олай болса біз кешімізді одан әрі жалғастырамыз. Қазақ қоссыз болса да, доссыз болған емес. Дос жаныңның жақсылығын, жүрегіңнің қуанышын сезінеді. Достық даңқын арттыру, достық мәртебесін көтеру бізде атадан қалған. Олай болса ардақты ағайындар, бүгінгі кешімізде талай осы әулеттің кереметтей аға достары, өмірдегі достары, әріптес достары, сыйлас достары, бәрі осы киелі дастарханда өздерінің тамаша ақ тілектерімен, ақ ниеттерімен келіп отырған жайы бар. Дұрыс айтасың, Нұрлан. Шынымен де дос қашанда тілекші, өзің білесің, осы сарай іске қосылғанша, осылай жарқырап сіздердің бүгін тұсауын кескеншеге дейінгі барлық күндерінде сол достары қасында жүрді деп ойлаймын. Ендеше бөліп жармай, барша достарын ортаға шақырып, ыстық лебіз тілектерін тыңдасақ ағайын. Тамаша, әрине дәл қазір ортаға шығар біздің азаматтарымыз, бұл кісілерде әрқайсының егерде бас-басын айтар болсақ, таң асыр бұл кісілердің ел кеткен еңбектерін айтуға болады. Дегенмен де әрине біз дәл қазір бұл жердегі достық қарым-қатынас тұғырында шақырғымыз келіп тұр. Олай болса, ардақты ағайындар, бұл кісілерді алашымыздың аяулы азаматтары, үлкен елім деп еңіреп жүрген асыл азаматтарымыз. Олай болса, той төрінде Еркінбай ағамыз, Бақтыбай ағамыз. Кеш бойы бірге өздеріңізбен Айгүл Иманбаева, Нұрлан Әлімжан. Балтастан бастау алған байырғыдан дастан болған бостандығын, батыр еткен бабалардың аманатын ақтаберлер қосқан үнін, жусан иісін жұпар көрген жан шуағын жұртқа берген мейірбанды туған елім ай, кемелденіп берендерің өрлей берсін өрендерің елім. Қазақстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазақстан, көк байрағың, көкте шалқып, Қазақстан, күллі ғалам, құрмет қылсын, Қазақстан. Арман құсын айласпанға, арнамысын алдаспанға тапсырғанда, тұлпарлардың тұяғы мен түп қазығын тарихының қақтырғанда, бейнет нәубет жалын көрген қайраты мен бәрін жеңген көк найзалы көк жал елім ай, қыран болып ұл-қыздарың жарқыратын жұлдыздарың елім. Қазақстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазақстан, көк байрағың, көкте шалқып, Қазақстан, күллі ғалам, құрмет қылсын, Қазақстан. Қошемет достар, жаса елім, жаса Қазақстан. Қазақстан, 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 азат елім, байтақ далам, Қазақстан.
Қазақстан, 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 Қазақстан. Азат елім, байтақ далам, Қазақстан. Көк байрағың, көкте шалқып, Қазақстан. Күллі ғалам, құрмет қылсын, Қазақстан, Қазақстан. Үлкен рахмет. Әрине, Қазақстан, қазақ елім, қазақ жерім деп мақтанатын нағыз кездер, мінекей осы кездер. Өйткені барлығы тұспа-тұс келіп жатыр. Қазақ хандығының 550 жылдығы. Ағамыздың осындай керемет зәулім сарайы. Кілең игі жақсы жайсаңдар. Әрине, бірде Мәшһүр Жүсіп ағамыз, атамыз Құнанбай ауылына келген екен деседі. Сол кезде Бала Абай алдынан шығып, өзінің көкейіндегі бір әдемі сұрағы болған екен. Мәшһүр ата, айтыңызшы, менің бір 3 сұрағым бар. Бірінші сұрағым Құдай қайда? Екінші сұрағым тозақ қайда? Үшінші сұрағым жұмақ қайда депті. Сөйтсе Мәшһүр атамыз айтыпты, Құдай ол әркімнің жүрегінде депті. Ал тозақ кімнің әйелі жаман, сол үйде депті. Ал жұмақ кімнің әйелі жақсы, сол үйдің төрінде деген екен дейді. Мінекей, ой төркінін түсінген боларсыздар, ардақты ағайындар. Дәл қазір мінекей осындай әулетте, кереметтей барлық ағайын туысқан бауырларымыздың басы жиылып, емін еркін көсіліп отырған жайымыз бар. Бақыт жарыңның жанарында, досыңның қабағында дейді. Сондықтан да біздің аяулы ақ құстарымыз аман болғай. Құрметті Есбол аға, аяулы Мәрзия тәтеңізді шақырыңызшы биге. Осы келесі әнді осындай, әмәнді осындай жылулық беретұғын, көктемдей жылулық орнатуған осындай біздің жеңешелеріміз аман болғай. Мәрзия жеңешеміз, Нәзия жеңесеміз. Келіңіз, келіңіз ортаға. Есбол ағамыз қайда екен? Аға, қайдасыз? Жігіттердің бәрі шығып кетті дейді. Онда мен сізді биге шақырам. Сізбен билейміз. Есбол аға, келсеңізші. Халық қарап тұр, мұн жақта жеңешем қашан келеді жігітім деп тұр. Құшақтаңыз. Сіздің шаңырақ. Бұл 25 жылғы палатка емес. Бұл сіздің мейрамханаңыз. Билеңізші емін еркін көсіліп. Өзімнің жүрек жарды әнімді тартып өткім келеді. Сіздің жүрегіңізге, аққысыңызға, аққысы мені қабыл алғайсыздар. Ал қолдаймыз достар. Жарларымызды биге шақырайық. Орта толсыншы. Билейік. Келіңіздер. Кім қолдайды? Ортаға, ортаға. Көлдірек. Тойымыз той құласын. Арман, арман алдамайды, самға ұшып келем саған. Қалай от боп лауламайды, махаббатым мен аңсаған. Мен аңсаған көлдің нұры, селт еткенде шайқалады. Көңіліңнің мөлдірлігі, мөлт еткенде байқалады. Аялаған аяула, әппақ құсым-ау, саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау. Арайланған жап-жарық жан шуағындай, жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Сұлулығы дүниені сен бар кезде жарасатын. Сен бәрінен биік едің, кім сенімен таласады. Ақ құсым-ау жарық бердің, алаулаған аспаныма. Жұлдызымды жағып бердің, қанатыңды
қаққаныңда аялаған аялда аппақ құсым-ау саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау арайланған жап-жарық жан шуағындай жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Қарайлап атқан таң, алаулап батқан күн, тек қуанышқа, жақсылыққа, махаббатқа толы болғай. Аялаған аялда аппақ құсым-ау саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау арайланған жап-жарық жан шуағындай жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Аялаған аялда аппақ құсым-ау саялаған жанымдай тәп-тәттісің-ау арайланған жап-жарық жан шуағындай жүрегімді сен менің сақтап тұрсың-ау. Нұрлан Әлімжанов. Бәрекелді, үлкен рахмет. Нұрлан, көп сөз байық енді, әдемі бір кешімізді. Ары қарай жалғастырайық, көп сөз байық, әдептен озбайық. Тұманбай ағамыздың жақсы бір өлең осындайда еске түседі. Менің жанымда болған жарылысты ұғады тек адамдар жаны күшті. Кеудемнен дүлдүл аттар шауып шығып, кеудемнен бұлбұл құстар жанып ұшты демекші. Сіздің жаныңызда болған жарылысты бүкіл халық сезініп отыр. Ал енді қазір сырттағы бір жарылысты байқап көрейікші. Құдай-ау, жарылыс деп айтпашы, салют деп айтшы. Әдемі салют жарылысы. Яғни бәріміз LED экранға назар аударамыз, орнымызда отырып тамашалаймыз. Тікелей эфир. Бұл қуаныш жарылысы. Ал бәріміз назар аударайық. Салют! Әдемі салютты тамашалаңыздар.